Қазақстанның табиғаты ғажап. Мұнда биік тауларда, ұлан-байтақ шөлдер мен кең даланы көруге болады. 5 жыл бұрын досым екеуміз Көлсай мен Қайынды көлдеріне әуесқой тур ұйымдастырдық. Содан кейін осылай жалғаса берді. Біз өзіміздің туған ауылымыз Қарабұлақты дамытқымыз келді. Себебі туристердің легі сатыға тоқтайтын. Басында мұндай сапарларды негізгі жұмыспен қоса алып жүрдік. Уақыт өте келе өзіміздің туристік агенттігімізді ашуға бел болдық. Бүгінгі таңда Көлсай мен Қайынды өңірінен басқа Түркістан, Ас-Үстірті, Арыстанбаб, Мешіт, Алакөл, Тұзкөл және басқа да 20-дан астам бағытта ұсынамыз. Туристерді 70 адам сиятын ыңғайлы автобустармен апарамыз. Күніне 3-4 тур, ал демалыс күндері 10 тур жасаймыз. Айтпақшы, Қарабұлақ енді маңдаған қонақта құшақ жая қарсы алады. Сапар барысында ахуал өте маңызды. Оған гидтер жауап береді. Оларды дайындауға ерекше назар аударамыз. Олар жер туралы құрғақ фактілермен шектелмеу үшін және туристерге қызықты болу үшін оларды өзіміз үйретеміз. Ойын-сауық бағдарламасын ойластырамыз. Каспий Пеймен төлеу мүмкіндігі көптеген клиенттер үшін туроператорға деген сенімділіктің белгісі. Турды сатып алу үшін клиенттердің кеңсемізге келуіне немесе ақша аударуына тура келеді. Оған көптеген адамдар сақтықпен қарайды. Қазір олар Каспий Пей қосымшасында ақы төлеуге шот қоямыз. Клиент қай жерде жүрсе де Каспий KZ-тен хабарлама алып, тек төлемді растайды. Осылайша біріншіден ресми түрде, екіншіден ашық түрде жұмыс істейтініміз көрінеді. Төлемді кез келген уақытта жасауға болады. Егер адам түнгі сағат 12-де сапарға шыққысы келсе, біз сұрату бойынша шотты қоямыз. Компания үшін бұл қосымша сатылым. Каспий Пеймен саяхатты қолжетімді әрі ыңғайлы етеміз. Жыл сайын көптеген қазақстандықтар туған өлкесін танып біліп жатқанын мақтан тұтамыз.